Сол сияқты бір адам 10 күн намаз оқи алмай қалды. Кеше коронавирустерде оқи алмай қалды ғой жаңағы. Сонын енді ғалымдар айтады, бір күндік фидия дейді, 5 уақыт намазына бір күндік фидияны деп айтады. Біреуінде жоқ дейді, әрбір намазға не? Бір фидияны бер дейді. Олай болады. Бұл шариатта жоқ нәрсе емес, ол бар нәрсе. Әзір кезде мынау жаңағы біреу келген, мен фидияны берем деп, фидияны мынаған бер десең, жаны шығып кетіп жатыр жаңағы. Өйткені 1,5-2 теңге кетеді ғой. Жоқ, фидияның орнына дейді, біз пітір садақасымен жапсақ дейді жаңағы. Пітір садақасы 200 теңге мысалы, 250 теңге. Ананың әкесі не қылды? 50 жыл намаз оқымады. 50 жылда қанша күн бар? 50-ді көбейт. 360 көбейт 50-ді. 18 не болды? 18.250. Оны және неге көбейт? 5-ке көбейт оны. Әр күнде. Оны 5-ке көбейт. 91.250. 91.200 ба? Оны енді жаңағы 200 теңгеге көбейт. 18.250 мың. Сонда фидия берсін. Шыдарсың ба? Бір ұстазға ұят берсін. Мұна әкем 50 жыл намаз оқымаған еді. Мұны фидиясы, енді ол 100% Аллах Тағала не деп айта алмайды. Ай, бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды ау. Ассалаумалейкум рахматуллахи мұсылмандарым. Осы уақытқа дейін мен бірде-бір білімі бар, діннен білімі бар не мүфтиді, не имамдарды көрмедім. Бейшара дүмше молдалар қаттаған бәрі. Халықты адастырып, шайтанның атынан ергізіп, мәз болып жүрген, ішкен жеген тамақтарына мәз болып. Қазір мұна бейшара Сансызбай дегеннің шатпырағын тыңдадыңыздар, енді соған мен жауап берейін. Бұл дүмше молда намаз оқымаған, немесе намазын оқи алмай жіберіп алған адамды фидия беріп, яғни штраф төлеп мойындағы парыздан құтыла алады деп шатып отыр. Дүмшелігі сонша, бұл ақымақ осындай нәрсе Аллахтың шариғатында бар деп халықты алдап өтірік айтып еді адастыруда. Басқаны айтпағанда бұл надан Аллахтың шариғатына да жауып отыр. Сансызбайдың дүмшелігі сонша, пітір садақа мен фидияның қашан және қандай мақсатта берілетінін де білмейді екен. Фидияның орнына пітір садақа беруге болады деп шатып отыр. Пітір садақа тек қана ораза біткен соң айт намазының алдында берілетін садақа. Жай кезде берілмейді. Естеріңізде сақтаңыздар. Айт намазынан кейін пітір садақа деген болмайды, күшін жояды өйткені. Ал бұл надан пітір садақасымен оқымаған намаздың орнын толықтыруға болады деп елді адастырып шатып отыр. Естеріңізде болсын, не пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, не сахабалар, не табииндер, не табииндер босатып алған намаз үшін немесе намаз оқымай өліп кеткен туыстар үшін ешқашанда фидия не пітір садақасын берген емес. Бұл деген нағыз бидғат болып табылады. Не Құранда, не Суннада жоқ намаз үшін фидия не пітір садақасын беріңдер деген сөз. Бұл шайтанның Сансызбай сияқты дүмше молдаларға арнап шығарып берген пәтуасы. Не ұяты жоқ, не ақыл есі жоқ бейшара Сансызбай шайтанның ақшасына сатылып, фидияны ұстаздарға беріңдер деп беті бүлкетпей пәтуа беріп отыр. Ең бастысы, басқаны айтпағанда мұна Сансызбайдың фидияның да не екенін білмейтін надан дүмше молда болып шыққанда болып тұр. Фидия деп Рамадан айында ораза ұстай алмай қайтыс болып кеткен, немесе денсаулығына байланысты ораза ұстамаған ауыр адамдар үшін ғана ақшалай емес, аштарды тамақпен тамақтандыруды айтады. Фидияның мақсаты Сансызбай айтқан 200 теңге беріп, парыздан құтылып кету үшін емес, мұқтаж адамды тойғанынша тамақтандыру болып табылады. Фидия және пітір садақа ұстаздарға немесе имамдарға ақшалай емес, мұқтаждарға ғана тамақпен беріледі. Ибн Аббас кезінде былай деген, біреу үшін намаз оқымайды және ораза ұстамайды деген. Аллах Құранда фидияны Рамадан айында не фидия мен пітірді садақаны Рамадан айында ақшалай беріңдер деп емес, мұқтаждарды тамақтандырыңдар деп Құранда бұйырған. Мына діннен еш хабар жоқ надан дүмше молда Шоқанов Сансызбай Құрбанұлының шатпырағын тыңдаған адам дінге келіп намаз оқудың орнына діннен безіп кетеді екен.
Намазды оқуды бастай алмай жүрген адамдар, намазсыз өткізген уақыттарыңды қайта намазбен толтырасыңдар, немесе фидияға миллиондап ақша төлейсіңдер десе, қашып кетпей ме намазың құрсын деп. Турасын айтқанда Сансызбай сияқты надан дүмше молдалар исламның жауы ретінде уағыз таратуда. Мұндай дүмшені мүфтидің орынбасары, мүфтияттың шариғат және пәтуа бөлімінің бастық етіп қойған адамның өзінің білімі жоқ бейшара дүмше молда екенін ұғуға болады. Сансызбайдың Египеттің Әл-Асқар университетінде оқып, Әл-Асқар университетінің жанындағы пәтуа комитетінде пәтуа бөлімін бітіргеннен не пайда, егер діннен еш хабары жоқ сектант болса. Мұндай надан адам қалайша ғұламалар кеңесінің және ранттың мүшесі болады ұқпаймын. Элементарный сұрақтарды білмейтін сектантты найып, мүфти қойған мүфтидің өзі надан екен. Осындай елдің бәрі мешіттер мен имамдардан қашып, сәләфиттердің қатарын көбейтіп жүргеніне осындай ақмақ надан дүмше молдалар кінәлі ең бірінші. Егер ислам дінінен нағыз білім алғыларыңыз келсе, менің islam.kz сайтыма кіріп оқыңыздар. Және де менің ютубтағы видео каналыма жазылыңыздар. Мейрам Мейрханов деп іздейсіздер каналымды. Менің аты жөнім сайтымның бірінші бетінде астың жағында жазылған. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.